Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге кезекті сұрақ жауап Айдара және оның жүргізушісі мен Дина Төлеубекова. Алғашқы келіп түскен сұрақды 1-5U парашютінен секіру орындасам, парашютист белгісін тағып жүре аламын ба деп сұрапты. Жалпы парашюттік десанттық даярлық бойынша төсбелгіні парашюттік десанттық даярлықтан өткен әскери көлік ұшақтарынан және армиялық авиация тікұшақтарынан белгіленген парашютпен секіру нормаларын орындаған әскери қызметшілерге беріледі. Төсбелгі секіру саны және парашюттің даярлық деңгейіне қарай парашютшы, үздік парашютшы және нұсқаушы парашютшы деген 3 түрге бөлінеді. Бұл ретте әскери киім нысанда тек белгіленген төсбелгіні ғана киюге рұқсат етілген. Егер сізде парашютпен секіруіңіз туралы растайтын құжат болса, онда сіз бұл төсбелгіні азаматтық киімге де тағып жүруіңізге болады. Келесі Ақбота есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Сәлеметсіздер мен және жолдасым әскери қызметкерміз. Қазіргі таңда бала күтіміне байланысты демалыстамын. Жұмысқа шығуыма болады ма? Қандай жеңілдіктер бар? Әскери қызметшілердің мәртебесі туралы ақпаратты оқып шықтым, өзіме жауап таба алмадым дейді. Қайырлы күн Ақбота. Еңбек кодексінің 82 бабы 3 тармағына сәйкес 1,5 жасқа дейінгі балалары бар әйелдерге баланы тамақтандыру үшін жұмыстың әрбір 3 сағатынан сиретпей қосымша үзілістер беріледі. Мәселен, бір бүлдіршін барларға әрбір үзіліс кемінде 30 минут. 2 немесе одан да көп болса, әрбір үзіліс кемінде 1 сағат болады. Сондай-ақ жұмыскердің өтініші бойынша баланы тамақтандыруға арналған үзілістер қызметкерлердің тынығуға және тамақтандыруға берілген уақытына қосылады, не болмаса жиынтық үзілістер жұмыс күннің басында немесе аяғында беріледі. Келесі сауал. Сәлеметсіз бе? Мен үйде жалғыз ер адаммын. Анам мен қарындастарым бар. Үйдің асыраушысы менмін. Әскерге шақырту келсе, баруға міндеттімін бе деп сұрапты. Сәлеметсіз бе? Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңның 35 бабы 2 тармағына сәйкес әскерге шақырушыдан басқа 18 жасқа толмаған бір және одан да көп бала болса, сондай оларды жұбайынсыз тәрбиелеп отыратын анасы болған жағдайда әскерге шақыру кейінге қалдырылады. Егер сіз осы критерийге сай келсеңіз, егов порталы арқылы әскери қызметті отбасылық жағдайға байланысты кейінге шегеру туралы өтініш беруіңізге болады. Бүгінге осы қызықтырған сауалдарыңызды Қорғаныс министрлігінің әлеуметтік желілеріне жолдасаңыздар болады. Сұрақ сізден, жауап бізден.